күнде 21 наурызда біз Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті ұжымымен Маңғыстау облысы әкімдігінің қызметкерлерімен бірге кіші Оймаша көлінде сенбілік ұйымдастырып жатырық. Бұл сенбіліктің мақсаты бірге таза Қазақстан акциясының барысында осы наурыз мерекесі алдында біз өзіміздің туған жерімізді, аулаларымызды, осындай бір ластанған жерлерді тазалап, көгалдандырып, наурыз мерекесін тазалықта қарсы алу болып табылады мақсаты. Жылғы жылы бұл акцияға барлық мемлекеттік облыс бойынша аудандардағы да барлық мемлекеттік қызметкерлер қатысып жатыр. Сонымен қатар жастар орталығы ресурстары, волонтерлер, табиғатқа жанашыр азаматтар облысымыздың барлығы атсалысып қол ұшын тигізіп жатыр. Сонымен қатар ағаш отырғызу, су бұлақтардың көзін ашу, теңіз жағалауын тазалау, теңіздің астын тазалау сияқты жұмыстары атқарылып жатыр. Тұрғындарды өзіміздің өңіріміздің тазалығын сақтауға және де қоқыстарды арнайы белгіленген жерлерге, полигондарға апаруға, осындай табиғат ортасына заңсыз лақтырмауға шақырамын.